Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Әңгімені тыңдамас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Ақылгек, 3 бөлім. Ертесіне Болатбек жұмысына әдеттегісінен кеш барды. Оған Талқанбайдың уыз қыздың құшағынан кеш босап қайтатыны себеп еместі. Ол бір байламға тоқтаған болатын. Көп ойланған ол жұмыстан босату жөнінде өтініш жазды. Оның жүрегін мазалаған көзіңді ойып берсең де дос көңілін қалдырма деген тәмсіл болатын. Қанша жерден жүрісі суық, ісі бұлыңғыр дегенмен Талқанбай өзіне қандай қастық жасап еді. Ай сайын көтеріңкі еңбекақы алады. 90 сайын сыйлықтан да құралақан қалмайды. Сұранған жағына жібермей қалған кезі жоқ. Бұдан жайлы жұмысты қаланы мың айлансаң да табуың қиын. Сондықтан әріптестері бекер кетіп бара жатырсың деп өкініш білдірді. Болатбек көлігін инженерге тапсырып, бухгалтериядан тиісті еңбекақысын алды да ғимараттан суыт шығып кетті. Талқанбай оның жұмыстан суыт шығып кетуінің себебін түні бойы сарсылтып күттіріп қоюымнан деп жорыды. Бұлай шыға иығынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Ол енді Ақылгектің есігін ешқашан бұрынғысынша еркін қаға алмайтынын ойлап қамықты. Іші удай ашыды. Әлден соң өзінің жылап келе жатқанын аузына түскен кермек дәмінен білді. Жігіт те жылай ма екен? Әкесі көшеден жылап келгенде оған үнемі осылай деуші еді. Қалтасынан жалма-жал дас орамалын алып көзін сүртті. Уақыт шіркінге тоқтам бар ма? Диірменнің тасындай зыр айналып өте берген. Болатбек талай мекеменің есігін қаққанымен ыңғайлы жұмыс таба алмады. Бүгінде бастық біткен бәлекет болып барады. Сырт адамды оңайлықпен қабылдай да бермейді. Қабылдаған күнде жылы қабақ танытпайды. Мызғымас жартастай сазарып отырып алған бастықтардың талайын көрді. Үндерінде сұмдық салқындық бар. Осындай киіз көкірек, тұман кеуде жандарды кезіктіргенде Талқанбайға жасаған сатқындығы есіне түсіп, қыбы қанатын бір әдет тапты. Томсырайып отырған адамға өтініш айтып опа таппайды екенсің. Ат айналып қазығын табады. Өзіне қолайлы жұмыс таба алмай қойған соң Болатбек тағы да такси паркіне келген. Бір көрнелеу көлік бұйырды. Жүруінен тұруы көп. Үнемі су жаңа көлік жүргізіп үйренген Болатбекке мұның өзі ауыр соқты. Басқа түссе адам не істемейді. Ескі көлікті жөндей ол нағыз шебер болып шықты. Қай адамда кәсіби дағды деген болады. Дәрігер адам көрсе, науқас бекен деп ойлайды. Полицей кездейсоқ кезіккенге күдікпен қарайды. Оқытушы жастар көрсе, лекциясы есіне түседі. Ал таксист біткенге көшедегілердің барлығы да жолаушы сынды көрінеді. Болатбек те көше-көшемен жолаушы іздеп келе жатып, не такси шақырған қоңырауға құлақ тұрып отырып, шіркін, алдымнан Ақылгек жарқ етіп шыға келсе ғой деп армандайды. Ас қылғанда көрікті келіншек сағымға сіңіп кеткенде кездеспей-ақ қойғаны. Пенде шіркінді талдырмай алға сүйрейтін бір күш болса, оның аты үміт. Үміт үзілген күні адамның мұнар түні басталмақ. Болатбекті бір үміттің жетектеп келе жатқанына қаншама уақыт өтті. Алайда ол белгісіздіктің белдеуіне сіңіп жоғалып кетпеуге бар күшін салып бақты. Қаншама діңкелесе де, деміксе де, діттеген жеріне жетпей қоймайтын жаны сірі адамдар болады ғой. Ол қиналған сайын солар сынды ширыға түсті. Қорқақты қуа берсең батырға айналады. Бір күні Болатбектің бойына батылдық бітті. Азар болса ашуланып ұрсар, себепсіз кетіп не үшін қайта келдің деп сұрар. Табан жолыңнан жаңылып, менен кетіп тапқан барқадарың, тапқан ұшпағың қане дер. Бірақ Ақылгек екеуміздің арамыздағы үздікпе құмарлықтың құлына айналған түнімізді қайдан біледі? Мұндай құпияны айта қоятын Ақылгек ашық ауыздар қатарынан емес. Ендеше бастықтың маған ұрсатын реті де, жөні де жоқ. Босқа үрейленбей компанияға соға кетейін. Мүмкін Ақылгектің бір хабарын біліп қалармын, деген ой таксисті бұрынғы жұмыс орнына сүйреп келді. Ескі көз таныстар оны құшақ жая қарсы алды. Қайдан жүрсің? Қандай жел айдап келді сені? Оралу ойыңда бар ма? Жеке кәсібіңді аштың ба? Деген сауалдармен бастырмалатып жатыр. Әлден соң сауал жауапта, сағыныш та сарқылғандай болды. Осы кезді пайдаланып Болатбек:
Әңгімелерің бітсе, мен Басекеңе сәлем беріп шығайын. Менің осында келгенімді естісе өкпелеп жүрер, деді. Бөке, қай бастықты айтып тұрсыз, деді байырғы көзтаныс Есенәлі көздері ұясынан шыға жаздап. Талқанбайды айтамын да. Естімеп пе едіңіз, Талқанбайдың талқаны шыққан. Істі болып сотталып кетті. 3 әйелі дүние мүлікті бөлісе алмай қырқысып жатыр деп естігенбіз. Одан арғысын білмейміз, деді Қайрат. Япыр-ай, қиын болған екен-ау, деп қалды Болатбек. Қиын ештеңесі де жоқ, өзіне өзі істеді. Қарамағындағыларды қан қақсатып бітіп еді, қайта сауап болды ма деп отырмыз, деді Есенәлі. Сүрінгенге сүйсінбес болар, кінәлі болса жазасын тартып жатыр екен ғой. Енді сабасына түсер, деп Болатбек ысқырып тұрған зәрлі өшпенділікке басу айтпақ еді. Жиналғандар өршеленіп кетті. Қаққанда қанымызды, соққанда сөлімізді сығып алушы еді. Сауап болды. Өзі де бір тойымсыз екен. Қызыл көрсе шүйлікпей қоймайтын бүркіт сияқты болып шықты ғой біздің бұл бастық. Шіріген байлығына қарамастан сараңдығына да есеп жоқ еді. Сол сараңдығының жазасын тартты ғой ақыры. Қасықтап жинаған мал-мүлкі ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті, деді Есенәлі шытынап. Ендеше байлар да жұтайды екен ғой, деп сөз қосты Болатбек. Жоқ, жұтамайды, байлар да жылайды, деп түзетті оны Қайрат. Болатбек өзін осы уақытқа дейін қыл үстінде жүргендей сезінуші еді. Енді қорқатын да ештеңе жоқ, деп ішіне әлденені түйіп қойды. Сөйтті де бұрынғы әріптестерімен асығыс қоштасып, ауладан шығып бара жатты. Шешінген судан тайынбайды деп бір қойды ол. Сөйтті де жоспар, тәртіп дегендерді жиып тастап, бұрынғы бастығының үйіне қарай құстай ұшты. Өзіне таныс зәулім үй көрінгенде, жүрегінен сәуірдің желіндей леп есіп тұрғанын аңғарды. Алдымнан жарқ етіп Ақылбек шыға келсе ғой шіркін, деп ойлаған ол үйреншікті қақпаның алдына келіп тежегішті басты. Жүрегі атойлап кеудесінен шығып кете жаздап тұрса да, өзін-өзі сабырға шақырған болып қоңырауды басты. Іштен мошқал әйел шықты. Сізге кім керек? Осында Талқанбай деген кісі тұрып еді, деді Болатбек асып-сасып. Иә, тұрса тұрған шығар, бірақ бұл үй қазір Жандар Керімұлынікі. Бұл сөзден Болатбектің аңғарғаны Талқанбай үйін әлде қашан сатып жіберген. Сонда Ақылбек қай жерге көшіп кетті екен? Бәлкім, Талқанбай оған басқа үй сатып әперген шығар. Мынадай зәулім үйден 3 келіншегіне де көп көрім 3 үй алуға болады ғой. Не қыпты сонша? Келіншектерін далаға тастамаған болар. Осы үйде Ақылбек деген келіншек тұрып еді, деді енді Болатбек үйдің жаңа иесі бірдеңе айтып қалар деген үмітпен. Саған қандай жақындығы бар еді? Болатбек жауап таппай мүдірді. Қарағым, мен бұл үйде бұрын кімнің тұрып, кімнің кеткенін қайдан білейін? Біз көшіп келгенде бұл үй қаңырап бос тұрды. Ешқандай да иесін көргенім жоқ, деді әйел. Болатбектің Ақылбектің бір хабарын біліп қалармын деген дәмесі адыра қалды. Содан бері жүрегінің басына бір түйін пайда болды. Түйін берішке айналып кетсе, мұның соңы қарақұрым терең құз. Одан оңайлықпен шыға алмайсың. Жүректің емі қайда? Бүгінде бағамдап отырса Болатбек сол ем дауаны іздеумен келеді екен. Абайсызда қымбат та қимас затын қақсап қарақшыларға алдыртқан аңғал адамдай айналасына алақтап қарай беретін күйгелек бір әдет тауыпты. Сол сұғанақ ұрын тапса, жаны жай табар ма еді, қайтер еді. Қоңырау көз саябақтардағы, көшелердегі, жол бойларындағы, аулалардағы тал теректердің, жеміс ағаштардың, сан алуан гүлдердің жапырақтарын сарғайтып, төңіректі ерекше реңкке бөліп тұр. Мұндайда көкіректегі тырналар тыраулап, кімді де мұңға орап қоятыны барау. Болатбектің де гүлдей көңілі кентоз тартып, әлде бір мұнардың ішінен шыға алмай-ақ қойған. Өміріндегі бар қызығын күздің бодауына беріп, жан дүниесі босап қалған. Сынық көңілде шарасыздық сазы бар. Ол жол бойында қол көтеріп тұрған келіншекті бірден байқады. Сырғып келіп жанына тоқтаған таксидің артқы есігін ашқан жолаушы. Жаңа қалаға дейін ала кетесіз бе, деді сыпайы ғана. Отырыңыз. Келіншек лып етіп артқы орындыққа жайғасты. Такси орнынан баяу қозғалып бірте-бірте
жылдамдығын үдетті. Таксист біткенде көлігіне мінген қандай да бір жолаушыны бір шолып өтетін үйреншікті әдет бар ғой. Негізінен бұл кәсіби дағды. Таксиге кімдер мінбейді? Араларында мүсәпірлер де, кәпірлер де толып жатыр. Сондықтан жолаушыға бір сәт көз қиығын салып қою теріс болмайды. Осы қанға сіңген әдетпен алдыңғы айна арқылы жолаушыға қарап қойды. Келіншек тым сымбатты еді. Болатбек еркінен тыс жолаушыға 2-3 мәрте тесіле қарады. Жүрегі шым ете қалды. Қайдан көрді? Япыр-ау, сіз... Сасқалаған таксистің аузына басқа сөз түспеді. Иә аға, бұл менмін, Ақылгекпін. Танымай қалдыңыз-ау шамасы. Ақылгек? Бұрынғысынша аға деп отыр. Ақ бұлттар арасына жасырып жүрген аппақ арманымен ойда жоқта қауышамын деп ойлап па? Ол көлігінің артқы орындығында отырған жолаушыға бұрылып қарай бергенде рульге ие бола алмай қалды. Алдыңызға қарасаңызшы аға, соқтығысасыз ғой. Япыр-ай, Ақылгек, өңім бе, түсім бе? Расымен бұл сенбісің? Деді көлігін жолға салып алған Болатбек қайта тілге келіп. Өзіңіз аға сенбей келесіз-ау. Мен сені көп іздедім ғой, Ақылгек. Міне, таптыңыз, деді Ақылгек сыңғырлай күліп. Түк те өзгермегенсің. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деуші ме еді? Деді Болатбек ендігі сөздің қисыны осы шығар деген оймен. Сіз де айтасыз-ау, өзгермеген неміз қалды? Бұл баяғы Ақылгек емес аға. Отқа салып ерітсең де алтын сірә жез болмас, аяққа шұлғау қылса да асыл жібек бөз болмас дегенді білуші едім. Асыл туған жансың ғой қалқам. Қанша қиналсаң да, арада қанша жыл өтсе де алтын күйіңде қаласың. Сенің бағаң қашанда жоғары ғой. Әлі сол сұлу да сымбатты қалпың. Ұялтпаңызшы аға. Сіз ғана ғой солай ойлайтын. Ал басқалар сіз сияқты ойламайды. Болатбек көлігін жол жиегіне тоқтатты. Мен сені үйіңе іздеп бардым, деді Болатбек. Босқа өре болғансыз. Талқанбай ол үйді сотталарының алдында сатып жіберген. Саған үй әперген шығар. Қайдағы, аға? Бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді ғой. Бір сабақ жібін де алмадым. Содан өз күнімді өзім көрейін деп жұмыс іздедім. Тапқан шығарсың. Болатбектің ішіне мұз түсіп кеткендей болды. Табуын таптым-ау, бірақ жұмысқа қабылдамады ма? Бұл ұзақ әңгіме. Мен сені жылдап тыңдауға дайынмын. Ақылгек айтсам ба, айтпасам ба дегендей біраз үнсіз қалды. Иә, сонымен Талқанбайдан түпкілікті құтылған соң жұмыс іздеп әр мектепке кірмеймін бе? Сенесіз бе аға? Ажар деген адамға бақ та, сор да болып бітеді екен ғой. Маған сор болып біткен екен. Мені көрген мекеме басшыларының есінен танып қалған аз. Өн бойымды тінте қарап, аузынан суы құрып отырғандары мез етті. Олардың көздегені белгілі ғой. Иттер-ай десеңші. Болатбек отқа түскен мұздай шыртылдады. Босқа күйіп піспеңіз аға. Мен олардың құрығына іліккенім жоқ. Ағайын өкпеге қиғанмен өлімге қимайды дейді ғой. Құдайға шүкір, бауырларым бар. Олар мені күресінге тастамады, кешірді барлық күнәмді. Қазір бір бауырымның фирмасында жұмыс істеп жүрмін. Уф, деп терең күрсінді Болатбек. Жақсы болыпты. Телефоныңды берсеңші, хабарласып тұрайық, кездесейік. Болатбектің есіне сол бір тоят түннің тәтті елесі түсті. Ақылгек те осы сәт тұла бойын бір ысытып, бір суытқан сезімін іркіп қалды. Сол тәтті түннің өшпес белгісіндей болып, құрсағына шарана бітіп еді. Шекесі торсықтай ұлын ол Болатбектің құрметіне Бекболат деп атаған. Бұл сырды білсе, Болатбек соңынан қалар ма? Жоқ аға, ырду-дырду қызық қуатын, жыртыңы көп жастан әлдеқашан өттік. Қазір мен дін жолындағы адаммын. 5 уақытлы намазымды қаза қылмаймын. Әурелеп қайтесіз? Өткені өтті. Енді өткен күндерді кері қайтара алмаймыз, деді Ақылгек сабырлы қалыпта. Ақылгек ары мен намысының ұятының есігіне ешқашан ашылмайтын аппақ ілгек салып қойған екен-ау деп ойлады Болатбек. Сонда да, сені қайта кездестіре алмаймын ба, жаным-ау, деді толқып. О не дегеніңіз? Бір қалада тұрамыз, бәлкім осылай оқта-текте кездесіп қалармыз. Осы жақсы емес пе? Несі жақсы?
сирек кездесеміз. Жоқ, сені күн сайын көрсем деймін. Ол болмайды аға. Менен достықтан, сыйластықтан артық ықылас күтпеңіз. Сағынамын ғой. Бос сөз. Отбасыңыз, бала-шағаңыз бар. Оны бұрында білгенсіз. Иә, білгенмін. Ол кездегі менің жағдайым мүлде басқаша еді. Бір жағынан жастықпен әрі ызалы кекпен ырқыңызға көніп қалған шығармын. Оны ұмытыңыз. Ұмыта алмаймын. Сені күн сайын көріп тұру үлкен қуаныш, бақыт болар еді. Бақыт құсы басыңызда аға. Оны ұшырып алмаңыз. Ақылгек сыңғырлай күлді. Оның күміс қоңыраудай сыңғыр күлкісі өн бойына шымырлап дарып сіңіп жатты. Кенет Болатбектің басынан аяғына дейін ыстық бір ағын жүгіріп өтті. Ол оқыс жадырады. Бұл жолы жүрегі әдемі ырғақпен лүпілдей соқты. Болатбек өзінің көп жыл сырттай болса да қызғыштай қорып келген аппақ айдынының тұнық та таза сақталғанына жүрегі жарыла қуанып келе жатыр еді. Көп рахмет. Мені қолдап, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Көп рахмет.